Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі раскраска жасайтын боламыз. Бұның барлығының дайын шаблондары біздің телеграм каналда бар. Каналға қосылу үшін менің WhatsApp номеріме жазсаңыз болады, описаниеде тұр. Немесе телеграм каналға сол жақтан ссылкасы бар. Соған өтуіңізге де болады. Мінекей, бүгін раскраска жасаймыз. Раскрасканы қандай бумагаға жасаймыз? Обязательно матовый бумагаға жасаймыз. Себебі, мысалға, мынау глянцевый бумага, мынау простой бумага, және матовый бумага, я? Смотрите, если глянцевый бумага карандашпен сызса, ол дұрыс сызылмайды. Но видите, сызылады, но не четко, не ясно, не красится. И теперь это простая бумага. Простой бумага сызса более четко, ясно боялады. Я? Тап солай матовый бумага сызсаңыз, тап сондай болып жоғады, потому что матовый бумага почти мына простой бумага сияқты, просто соның қалың түрі. Вот. Просто барлық дайын шаблондарды осылай распечатка жасап аласыз. Матовый бумагаға текстін жазасыз. Екі шетінен осындай әдемі сөздермен қалдыруыңызға болады. Өзіңіз қарайсыз, енді сөздерін бесцветный қылып жазуыңызға болады да, например, мындай 3 деген сияқты, 3 жас деген сөздерін тоже бояуға интересно, чтобы было. Ну, сами смотрим. Смотрите, мынау открытка бомбонерка, матовая бумага двухсторонний, 200 грамм. Екі жағынан распечатка жасау үшін арналған. Мына жүрек тұрған жерге, бұл жерге атын жазып кетесіз. Например, 5 жас па 5 жас, например, там 1 жас па 1 жас деп. Мына птичье молоко шаблоны. Бұған тоже жүрек тұрған жерге текстін жазып шығасыз. Бұл открытка бомбонерканың ішіне на самом деле не только птичье молоко, бұның ішіне Қазақстан салуыңызға болады, кішкентай 20 грамм. Носки можно салуға, ойыншық салуға болады, тоже жабыстырып. Ну, в общем, ойыңызға не келеді, соны салып, иллюстрировать болады. Неке птичье молоконың оберткасын просто фотобумага, глянец жұқасына істедік. Где-то 130-160 грамм жарайды. Жұқа бола берсін, ничего страшного. Бәрін жабыстырдық. Содан кейін горячий клеймен, обязательно горячий клеймен. Мына птичье молоконы осы открытка бомбонеркаға жабыстырасыз. Горячий клеймен. Почему? Потому что птичье молоко весовой и құлап қалмас үшін, да? Вот осындай әдемі раскраска бір жағынан тойбастар болып шықтым. Көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Өзіме өте жақсы деп осындай идея ұнады. Ну, посмотрите. Жақсы, сау болыңыздар.